ютубта, интернетте шықты запись разговора между жаңағы Саябеке және Атырау акиматының ішкі саясат бөлімінің азаматымен. Осы жөнінде қазір әңгіме болады. Не жөнінде әңгіме болды, Саябеке өзі айтып береді. Кеш жарық, Саябеке. Кеш жарық. Мен бірінші сұрақ қойғым келеді, Саябеке, бұл деген әңгіме бұл қашан пайда болды? Мынау неде YouTube каналда Мұхтар Абыләзовта 14 минуттық әңгіме тұр. Анда акиматтың қызметкерлері сізді шақырып, жаңағы үгіт жасап жатыр, үгіт насихат. Мынау Мамай ашып жатқан партияны қолда, Демпартияға қолда, соған жұмыс жасау деп. Бұл әңгіме қалай бірінші басталды? Сізге кім шақырды, қалай шақырды, соны айтып берсеңіз бірінші. Хорошо. Так, 21 январь күні маған Аскербек деген жаңағыдай сол областной акиматтан бір азамат соқты. Содан айтты, жаңағы кездесуге шақырды. Мен оның аудиозаписini өзіңізге де жібергенмін жаңа. Соны айтайын дегенім, шақырды, мен айттым, мен өзім беспін, қасыма бір адамды алып барамын дедім. Себебі мен дейтін Альянс независимых наблюдателейдің басшысы болған, менде артында учредителдер бар, соны біреуін апарғым келді. Соған бардық акиматқа. Екінші этаж, я помню, екінші этажға көтерілдік. Кабинетте жалғыз өзі отырды, в очках, не Аскербек деп таныстырды өзін. Біз енді Рустем екеуміз бардық. Скорее всего, наверное, митинг туралы айтатын болар деп, манағы сондай оймен бардымды. Сол жерде Демпартияны қолда дегенде, сол мен етіп кеттім, сіз немені сатып алғыңыз келіп отыр ма деген әңгіме айттым да, жаңағыдай. Мне просто не понравилось олардың несі, сөздің шыны керек. Сондықтан нетпедім. Мен сразу енді Аскербекке жоқ деп өзімнің немді айттым. Позицияда. Мен қазір көрермендерге бір кішкентай несін, записін тыңдатып көрейін, әңгіме болған жаңағы. Хорошо, рұқсат десетіңіз енді. Нейтральная позиция дейсіз, нейтральная позиция. Ешкімнің мүддесін біз қорғамаймыз деп айтсыз дейді Рустем. Кімге дауыс береді? Сол, нейтральная позиция. Білем, кездесінің жұмыстармен де білем, бұл жерде не істеген жоқпын. Бір ойланып, өзіңіз не істеп көрінсіз, Демпартияға қолдау көрсетті. Қолдау, жоқ, не істесеңіз де ол істеңіз, мен Демпартияға қолдау нетпеймін деп. Нетемін? Айттым ба? Сізге енді өз қолшымызды береміз. Жоқ, керек емес, рахмет. Мен өзімнің балдарым аман болсын, маған ештеңе де керек емес. Сатылатындар сатыла берсін, мені сіздер не ақшамен, не немен сатып. Жоқ, керек емес, сізмен сатып алайын деп сол бай қарағанда. Дұрыс па? Сізмен сатып алайын деп сол бай қарағанда. Демпартияға қолдау бер деп. Значит, бұл Демпартия деген қосанып екі деген сөз. Хорошо, что мен қазір қасыма нені алып келдім. Если өзім келгенде, онда действительно мені не деп ойлайтын едіңіздер. Сен қалай ойлайсың сен? Енді мына қара, акимат Демпартияны қолдап отыр. Талғат не деді кеше жақсы? Сіз ренжімедіңіз? Енді жеке неңіз ғой. Сіз Аскербек дейсіңіз? Аскербек. Просто бағана айтқанда біздер оларды қолдауға біздер қандай не көмек көрсетіп, неге біздер сондай неге деуге тұрамыз? Сіздердің өздеріңізде ойлағаны ғой, өздеріңіздің адамдарыңыз бар, не бар, жаңағыдай қазір уже қатарларыңыз көбейіп, не істеп жатыр, соның бәрін бір жұдықтай түйіліп бастасаңыздар дегенім ғой жұмысты. Бөлектенбей. Сіздерге одан қандай не болады деген ғой? Акиматқа қандай, не сізге қандай пайда? Акиматқа жаңағы айтып отырмын ғой, мен сіздерге жаңа айтып отырсыз митингтеріңіздерді, жаңа митинг бойынша болған. Сол әркім ар жаққа таппай. Ар жаққа таппай. Сіздер жаңа айтып отырсыздар, онымен келісіліпсіздер. Мінекей, қараңыздар, запись 14 минуттық, мен қоямын қазір өзім YouTube каналыма, толық запись, кім Саябекеден ұқсат алып. Негізінде көріп тұрсыздар, мынау акиматтың жаңағы ішкі саяси бөлімінің қызметкері жаңағы қоғам басшысына, жаңағы Альянс независимых наблюдателей айтып жатыр. Демпартияны қолдандар, бізден сіздерге жақсылық болады деп, ұсыныс жасап жатыр қазір. Келісейік деп, жаңағы бізден пайда болады дегендей, подкупает, сатып алмақшы болып жатыр. Енді жаңағы Саябеке айтты, резко қарсы. Бұл сөздері жаңа қараңыздаршы, бірігіңдер дейді. Бұл әңгіме анау Ермұхан Ертісбаев деген жасап жатыр ғой. Бірігіңдер, Оян Қазақстан, ХАК, Демократическая партия. Бұлар барлығы көрсетіп тұр. Мынау
Ақорданың жобасы екен. Бұл тек қана мен ойлаймын Атырауда ғана емес, бұл бүкіл аймақтарда осындай әңгіме жүріп жатыр.